қалай алименттің мөлшерін азайтамын? Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан. Жалпы алименттің мөлшерін қалай азайтуға болады? Өте больной тема, көбінесе ер адамдарға. Ер адамдар осы тақырыппен, осы сұрақпен келеді. Алименттің мөлшерін қалай азайтсам болады? Бірінші вариант. Егер сіз ажырасып кетсеңіз және алимент төлейтін болсаңыз, және алимент көп болатын болса, көбінесе не істейді адамдар, еркектер адамдар аз жалақыға көшіп кетеді. Аз жалақыға көшіп кетсеңіздер, алимент азырақ болады. Одан кейінгі сұрақ. Жаңағындай, егер жұмыс істемейтін болсаңыздар, керісінше алимент көбейіп кетуі мүмкін, өйткені орта айлық есеппен көрсетеді. Соны есептейді. Мысалы, 250 мың теңге Алматыда 250 мың теңгеден есептейді. Яғни ол оңай ақша емес 250 мың теңге. Сондықтан жұмыс істемеу не вариант. Одан кейін, егер сіздің басқа жұбайыңыз болса, екінші жұбайыңыз болады. Екінші жұбайыңызда тағы да балалар болатын болса, не жазуға болады? Алименттің мөлшерін азайту туралы жазуға болады. Мысалы, бір балаға 25%, екі балаға 33%, үш бала одан көп 50% дедіңіз ғой. Егер мысалы бірінші некеден 2 бала болса, екінші некеден тағы да 2 бала болатын болса, 4 бала. Сондықтан сол 4 балаңыздың әр балаға 16%-дан немесе 17%-дан болсын деп өзгерту туралы арыз берсеңіздер болады. Түсіндіңіздер ғой. Яғни егер басқа некеден балаларыңыз болса, сіз алименттің мөлшерін азайту туралы арыз беріп, соттасып, соған жетуіңізге болады. Бұл алиментті жалпы азайту жалпы сұрағы. Одан кейін алимент өндіріледі. Мысалы, 10 жыл өтіп кетті. Сот бюроға шыққанына 10 жыл өтіп кетті, бірақ жауапкер төлеген жоқ. Егер алимент өндіретін болса, өкінішке орай соңғы 3 жыл ғана өндіріледі. Алдындағы 7 жыл күйіп кетеді. Яғни алимент егер талап ететін болса, соңғы 3 жылға ғана алимент талап ете алады екен. Соны ескере жүріңіздер. Сондықтан егер мен тыңдап отырған аналар болатын болса, алимент төлемей жүрсе, уже 1 жыл, 2 жыл өтіп кеткен болатын болса, онда істі қолға алу керек, өндіретінде амал жасау керек. Оны қалай өндіруге болатын туралы мен алдыңғы видеода айтқам, мұқият қарап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Комментарий, лайк қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астындағы телефонға хабарласыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.